Good morning, dear children. How are you? So let's start our lesson. It's holiday advice. So I think that you know what is holiday advice. Ja, балалар білесіңдер деп ойлаймын. Holiday advice бұл демалыс кезіндегі ақыл кеңес. So look at words in yellow. To be, going to. Ja, балалар, сарымен жазған сөзге көңіл бөлейік. Біздің бүгінгі негізгі мақсатымызда осы to be, going to құрылымын дұрыс қолданып сөйлем жасау. Ол үшін мен сендерге қазір қысқаша түсіндіріп кетемін. Бұл негізінде to be, going to құрылымы, егер де бір кез келген адам бір істі істейін деп жатса, мысалға мен қазір сабақ оқиын деп жатырмын, анам тамақ пісірейін деп жатыр, досыма қоңырау шалайын деп жатырмын, мен немесе саяхаттайын деп жатырмын. Мен саяхатқа шыққанда өзімен бірге керекті заттарымды алып барайын деп жатырмын деген секілді сөйлемдер құрған кезде қолданылады, балалар. Демек, яғни біз to be, яғни бұл бізде болу деген етістік, біз оның орнына, яғни бұл енді формула іспеттес қой, балалар. Be-дің орнына біз білеміз auxiliary verbs'ті қолданамыз, яғни көмекші етістіктер. Олар бізде am, is және are. Неге үшеу? Себебі әр көмекші етістіктің өзінің пронаунстары бар, яғни есімдіктері бар. Егер де сөйлемде I болатын болса есімдігі, бізде әрине am көмекші етістігі. Егер де бізде he, she, it есімдігі болатын болса, is көмекші етістігі, we, you, they есімдігі болатын болса, онда бізде are көмекші етістігі. Одан кейін going сөзі қалады. To-дан кейін, балалар, мінекей to-да қалады. To-дан кейін бізде міндетті түрде verb, етістік. Яғни нені істегің келіп тұр, яғни нені істейін деп жатырсың. Яғни сол етістікті қоясың. Ал мынау not, балалар, егер де бізде сөйлем негатив болатын болса. Негатив ол бізде білеміз, балалар, әрине болымсыз сөйлем. So, for example, I'm not going to sleep. Мен ұйықтайын деп жатқан жоқпын. I am going to write test. Мен тестімді жазайын деп жатырмын. And so, there is a task. It's exercise number 7. It's on page 93 on your English book. So, you should read Sue's email, then write affirmative and negative sentences using be, going to. Демек, балалар, сендер Сьюдің электронды хатын, хабарламасын оқисыңдар. Оқығаннан кейін астында 6 сөйлем берілген. Бірақ сөйлемдер толық құрылмаған. Тек қана мысалдар. Сендер to be, going to құрылымын қолданып, дұрыс сөйлем құрастырасыңдар. Бұл тапсырма сендерге, балалар, түсінікті деп ойлаймын. After doing exercise number 7, there is a formative assessment. Write one sentence using be, going to from the text what not to do on holiday. Балалар, манағы жаттығуларын істеп болғаннан кейін сендерге formative assessment, яғни қалыптастырушы бағалау. Сендер what not to do on holiday мәтінін оқисыңдар. Бірақ толық емес. Маршруттық парақта кімге қай мәтін берілгені мен нақты жазып бердім. Әр қайсыларың өздерінің оқулықтан 94-95 беттен өздерің мәтіндерді тауып аласыңдар, оқып шығасыңдар. Бұл жерде holiday advice бар, яғни демалыс кезіндегі кеңес бар, яғни нені істеуге болмайды. Мысалға, music, музыкаға қатысты деген секілді. Мәтінді оқып алғаннан кейін, шағын мәтіншенді оқып алғаннан кейін, сендер be, going to құрылымын қолданып, бір ғана сөйлем құрастырасыңдар. Бір ғана сөйлем. Бұл бізде қалыптастырушы бағалау. And I will give you feedback on your WhatsApp and
Gündelik KZ. I hope that you will work fruitful. And your homework, exercise number 5, it's on page 94 on your English book, English Plus. So the lesson is over. Goodbye, children.